Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді бананов карамели тортын дайындаймыз. Ең алдымен бисквитін дайындау үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Құрғақ ингредиенттерді өзара араластырып аламыз. Яғни ұнға, қопсытқыш және какаоны қосып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Жұмыртқамызға құмшекер және шым тұзымызды салып, жақсылап көлем жағынан ұлғайып, ағарғанша 7-8 минут миксерлейміз. Міне жұмыртқамыз осындай болып ағарып, көлем жағынан ұлғайды, яғни венчиктің ізі ұзаққа дейін кетпей тұрған кезде миксерлерді доғарып, құрғақ ингредиенттерімізді електен өткізе отырып араластырамыз. Лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай абайлап араластырғандарыңыз дұрыс. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Ол осындай воздушный болып шығады. Енді кольцомызға фольга төсеп, яғни форма жасап аламыз. Менің формамның диаметрі 16 см. Жақсылап қамырымызды салып, тегістеп шығамыз. Сонан соң қызып тұрған пеште 170 градуста шамамен 35-40 минут пісіріп аламыз. Міндетті түрде піскен бисквитімізді шпажкамен тексеріп көреміз. Бисквитіміз дайын, ол осындай биік және жұп-жұмсақ болып шығады. Жақсылап суыған бисквитімізді 4 бөлікке бөліп аламыз. Крем жасау үшін бізге сахарная пудра және мұздай сливки мен творожный сыр қажет болады. Сливкиімізді ыдысымызға құйып, үстінен творожный сыр және сахарная пудрамызды салып, барлығын жақсылап миксердің көмегімен бір текті қою крем болғанша миксерлеп аламыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, жайлап жылдамдықты ұлғайта отырып миксерлейміз. Яғни арасында іртіктер қалмағанша миксерлегендеріңіз дұрыс. Классикалық бисквитіміз құрғақ болғандықтан пропитка жасаймыз. Сонан соң кремімізді аздап жағып тегістеп шығамыз. Кремімізден бортик жасаймыз. Тегістейміз. Карамельден құйып, жіңішкелеп туралған бананымызды тізіп шығамыз. Келесі коржымызды қоямыз. Пропитка жасап, тура жаңалдегідей барлығын қайталап шығамыз. Тортымызды құрастырып болған соң ацетатный пленкамен орап, кольцо кигізіп, бетін пищевой пленкамен жауып, бір түнге холодильникке салып қоямыз. Бір түн өткен соң кольцодан алып, пленкасын ажыратып, тортымызды қаптауға кірісеміз. Яғни обтяжка жасаймыз. Менде творожный креммен жасалған обтяжка. Творожный кремнің рецепті менің каналымда бар. Осылай мешоктың көмегімен кремді жағып шығамыз. Сонан соң беттерін палеткамен тегістейміз. Шпательдің көмегімен тортымызды тегістеп шығамыз. Артық кремімізді алып тастаймыз. Бізге тортымызды тегістеген кезде осындай поворотный столик өте қажет болады. Сол себепті поворотный столик қолданыңыздар. Бетінде осылай палетканың көмегімен тегістеп шығамыз.
Тортымыз дайын. Енді оны бетіне ганаштан патёки жасау үшін жарты сағатқа морозилькаге салып аламыз. Жарты сағаттан кейін шығарып, ганаш жасап, ганашымызды осындай қасықтың көмегімен құйып патёки жасаймыз. Мен алдыңғы видеомда сіздерге патёкиді мешоктың көмегімен жасап көрсеткен болатын. Бұл жолы қасықтың көрсетіп жатырмын. Өте оңай және тез жасалады. Өзіміздің қалауымыз бойынша сәндеп шығамыз тортымызды. Мен осындай тәттілермен сәндедім. Өте дәмді, өте әдемі торт болып шығады. Тортымыз өте әдемі болып шықты. Енді кесіп көрейік. Кескендегі көрінісі өте әдемі, тәбетті ашатындай, дәмі керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар.